Бүгін бір болған оқиға туралы айтамыз. Ал сіздер видеоны сонына дейін көріп тіркеліп отырыңыздар. Ал ендеше оқиғамызды бастаймыз. Бастауыш сыныбында оқитын кішкентай бауырымызға ата-анасы күн сайын 200 теңге береді екен. Ол әке-шешесінің балам қарның ашып қалмасын, сабақ арасында су ішіп, тоқаш жеп ал деп берген 200 теңгесін мешіт құрылысына арналған қорға әкеп тапсырады екен. Бұл ісін бірнеше рет қайталады. Бұны көрген адамдар балақай, ата-анаң бұл ақшаны тоқаш сатып алуға берген болса, оны неге мешітке әкелдің деп сұраса. Ол, мешітке мен де үлес қосқым келді. Бұл менің ауылымның мешіті ғой деп жауап береді екен. Балақайдың ақылы мен тапқырлықпен қайтарған жауабына ешкім ешқандай уәж айта алмай қалды. Бәріміз де бала болдық қой. Қолымызға аз кем ақша тисе, дүкенге құстай ұшып, тәтті алып, балмұздақ жеп, мәз болатынбыз. Алайда әлгі балақайдың түсінігі мен ісі бәрімізді таңғалдырды. Мектептегі күнделікті тамағынан бас тартып, былайша айтқанда, балалық қалауын жеңіп, сәби жүрекпен, кіршіксіз ниетпен мешітке деп әкеп тұрған 200 теңгесін өзіне қайтарып бере алмадық. Баланың шынайы ниетпен саналы түрде жасаған бұл әрекеті бізге үлкен мотивация берді. Балақайдың бұл ісінде үлкен қайыр бар, және біз үшін өмірлік өнеге болуы тиіс. Сәбидің періште тілегі қабыл болады. Алла қаласа, осыдан кейін мешіт құрылысы қарқын алып, көп ұзамай ауыл тұрғындарының игілігіне беріледі деген жақсы ойда болды. Сәті келгенде әлгі бүлдіршіннің жасаған ерлігін мешіт құрылысына тұрақты түрде қаржылай көмектесіп жүрген демеушілерге әңгімелеп беріпті. Олар да бастауыш сыныпта оқитын баланың бұл әрекетінен қатты әсер алып, расында мешітті біз емес сол оқушы салдырып жатыр екен ғой. Ол шынайы ықыласымен өзіне еш нәрсе қалдырмай, қолындағы барымен бөлісті. Ал біз табысымыздың белгілі бөлігін ғана мешітке беріп отырмыз. Оның тәуекелі мен біздің тәуекеліміздің айырмасы жер мен көктей. Бір емес, бірнеше рет өз қалауын жеңіп, 200 теңгесін мешітке әкеп беруі ерлікке пара-пар істеп толған іспен ой қозғады. Иә, адамның ниеті мен ықыласы сауап тұрғысынан амалынан басым болады екен. Атақты табиғин Абдулла ибн Мүбәрактың Алла оны рахымына алсын мынадай сөзі бар. Аз амалды ниет көбейтеді, көп амалды ниет азайтады. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде айтылғандай, мұсылманның ниеті ісінен қайырлы. Алла тағала қиямет күні амал жазатын періштелеріне, пәленше деген құлымның амал дәптеріне мынаны жаз деп бұйырады екен. Сонда періштелер, уа, Раббымыз, бұл пендеңнің ондай бір ісін жазбады. Дәптерімізде ондай нәрсе жоқ дейді екен. Сонда Алла тағала құлым мұны істеуге ниет қойған еді деп жауап береді. Міне, көрдіңіз бе? Адам баласы жақсы ниетімен ақ жақсылыққа кенеледі. Оқушының жақсы ниетінің өзі керемет емес пе? Осы оқиғадан мынадай ой түйдік. Бізге ниеті ұлық болған ұлдарымыз бар кезде біз Алланың қалауымен ешқашан жаман болмаймыз. Я ұлымыз ұлықты, қызымыз қылықты болсын десек, олардың жүрегін мешітке байлау қажет. Мешітке байланған жүрек жақсы істерге бастамашыл келеді. Өйткені әрбір істі басқаратын орталық бар. Адам баласының сана сезімін басқаратын орталық жүрек. Жүрекке ар мен намыс, ұят пен иба, адамгершілік пен мейірімділік сынды құндылықтарды ұялатсақ, баланың тұла бойында ізгілік пен жақсы мінез көрініс табады. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын бір хадисінде, жүрек патша, ағзалар оның әскері. Егер патша жақсы болса, әскері де жақсы болады. Егер патша әлсіз болса, әскері де әлсіз болады деген. Кейде баланың іс-әрекетінен де сабақ алу қажет. Себебі бала ешқашан ертеңгі ризық несібесі үшін алаңдамайды. Не істесе де шын ниетпен орындайды. Егер біздің қолымызда соңғы ақшамыз қалса, оны түгел мешіт құрылысына жұмсар ма едік? Ертеңгі күнімізді ойлап, белгілі бөлігін ғана береміз, солай емес пе? Ал бала барын береді. Нәпсі қалауын тізгіндей алған бала өскенде бойын күнәдан алыс ұстай алатын дәрежеге жетеді. Бала үшін балмұздақтан, тоқаштан бас тарту ауыр ғой. Бірақ одан саналы түрде бас тартып, мешіт құрылысына бар ақшасын берген бүлдіршіннің тәуекелін айтсаңшы. Бізге де кейде осындай тәуекел жетіспей жатады. Ниет бәрінен биік тұратын құндылық. Әр адамға сәби көңіл керек. Мұсылман адам ізгі ниет үшін жасамаған амалының сауабын алады екен. Бұған байланысты пайғамбарымыз сендерге бір нәрсе айтамын, жақсылап түсініп алыңдар. Дүниеде 4 түрлі адам бар. Біріншісі, Алла өзіне мал-мүлік пен білім берген адам. Бұл кісі мал-мүлкін Алла жолында жұмсайды. Туыстарына қарайласып, байлығы мен дүние мүлкінде Алланың ақысы бар екенін біледі. Бұл ең жоғарғы дәреже. Екіншісі, Алла өзіне білім берген, бірақ мал-мүлік бермеген адам. Бұл адам жақсы ниетпен, егер менде де байлық болса, мен де оны Алла жолына жұмсайтын едім деген ниетте болады. Бұл кісі де осы ниетінің жемісін көреді. Нәтижесінде екеуінің алатын сауабы тең болады деген.
Тағы бір қасиетті хадис шарифте, кімде-кім жақсылық істеуге ниет етіп, істей алмай қалса, Алла тағала оған толық жақсылық істегендей сауап жазады. Ал жақсы іске ниет етіп, сол ниетін іске асырған кісіге Алла 10 еседен 700 есеге дейін, тіпті одан да көп сауап жазады делінген. Адамның жаны тәніне қандай қажет болса, ниетте амалға сондай қажет. Ізгілерден қалған, амалдан бұрын ниет етуді үйрен. Ниетке қарай кішкентай амал үлкен амалға, үлкен амал кішкентай амалға айналады. Пенде жақсы ниеттен танбаған сайын ізгіліктің жолында болады. Жақсылықта алға шығу қадаммен емес ниетпен болады деген сөздің мәні осында жатса керек. Сондықтан әрдайым жақсы ниетте болу керек. Ниетті әрдайым түзеп отырмасақ, лезде құбылып шыға келеді. Ғұлама Суфиян әс-Сәуридің Алла оны рахмына алсын, ниетімнен басқа ешбір іспен арпалысқан емеспін. Себебі ниет әрдайым құбылып тұрады депті. Құрметті достар, видео ұнаса каналға жазылып қолдар кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңызбен осындай видеоларды көбірек салуға тырысамыз. Рахмет.